Өзіңіздің тойыңызға әдемі әрі шақырту жасағыңыз келсе, дәл осындай менікіндей етіп жасап үйреніңіз. Ендеше біз Play Market'тен дәл мына программаны басып аламыз. Мінекей, осы менде алдын ала басылып дайын тұр. Осы программамызды әрі қарай ашып, жұмысымызды жасай береміз. Мінекей, бізде осылайша ашылып жатыр. Интернет өте жақсы жұмыс жасау керек бұл программада. Мінекей, осындайша әртүрлі туған күнге, свадьбеге, выпускнойға, каникулдық жағдайларға байланысты жасауға болады. Мен осылайша свадьбіне шақырту билетін жасауды таңдадым. Мінекей, бізде әртүрлі шақырту билеттер бар. Өзімізге қандай ыңғайлы, соны алып аламыз. Мынау төбесіне жұлдызша басылып тұрғандар бар ғой, бұлар ол ақылы түрдегі шақырту билеттері. Егер де сіз өзіңіз тапсырысқа жасайтын болсаңыз, осы ақылы түрдегі рекламаларды сатып алуыңызға әбден болады. Өйткені сізге өтімді болған ыңғайлырақ қой. Сол себепті солай жасаған дұрысырақ. Неге мен осылайша тегін видеоны таңдадым. Шақырту билетін неге үстінен басамыз. Жазулар тұр ғой, осыны әрбір жазуының үстінен бастым. Сол кезде неге алдындағы ең басты сөзімізге шақырту билеті деп жазып алдым. Әрі қарай екінші сөзімізге басып аламыз. Неге қара болып тұр, ашылмай. Клара деп тұр ғой, Клара дегенді мен дәл осылайша етіп Клара деп белгілей бердім. Оскар дегеннің орнына Олжас деп жазып қойдым. Неге мынау ең бірінші жазылып ашылған кезде тұр ғой, ағылшынша жазылып тұр, барлықтарын соның үстінен неге осылайша етіп әрі қарай жалғастырып жаза береміз. Тойымыздың қадірлі қонағы болуларыңызға шақырамыз деп жазамыз. Әркімге қалай керек, солайша жазып отыра береміз. Неге осылайша етіп күнін белгіледік. Мысалы мен Saturday дегенді сенбі деп жазып алдым. Неге 21-і сенбі, май деп тұр ғой, неге 21-і деп белгілеп қойдым. Май дегенді неге осылайша етіп қазақша жазып алдым. 21-ін қалдырдым да, неге 21-і күні дедім. Әр жағындағы мынау 4 пен RM деген жазуды мен өзім алып тастай салдым. Неге осылайша барлықтарын қазақшалап үстінен бәрін басып отырып жазып шықтым. Мен дәл сол шрифттардың бәрін өзінің дәл қалай бар солай қалдырдым. Сосын әрі қарай мінекей осылайша етіп сақтап аламыз. Мінекей осылайша сақтап алғанымыздан кейін өзіміздің галереямыздан ашып қараймыз. Мінекей менде осындай әдемі видео шақырту жасалып шықты. Сіздер де жасап үйреніп алыңыздар. Арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк және комментарий қалдыра өтіңіз.